Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, химия пәні мұғалімі. Бүгін біз сіздермен аммиак және оның қасиеттерін қарастырамыз. Аммиак молекуласында бір атом азот және 3 атом сутек бар. Оның электрондық формуласын жазатын болсақ, бізде азотта бір жұп электрон бар, 3s орбиталінде және 3 дара электрондар бар. P орбиталіндегі. Бұл әрбір дара электрон сутектің бір электронмен байланыс түзеді. Яғни, формасы үшбұрышты пирамида тәріздес болады. Аммиактың иісі өткір болады, улы газ болып табылады. Сондықтан бұны абайлап қолдану қажет. Ал қазір аммиактың алынудың екі жолын қарастырамыз. Біріншісі бұл лабораторияға алыну, екіншісі өндірістегі алыну процесін. Лабораторияда біз аммиакты аммоний тұздарынан ала аламыз. Оған біз сілті қосатын болсақ, аммиак газы бөлінеді, су түзіледі және тұз түзіледі. Азот біреу, сутек бесеу теңесіп тұр. Бұл лабораториялық алыну әдісі. Екінші әдіс бұл өндірістегі аммиакты алу процесі. Өндірісте аммиакты атмосферадағы азотпен оған сутекті қосу арқылы аммиак алады, алайда сутек газ тәріздес және аммиак да газ. Сондықтан реакцияның аммиакқа қарай ығысуы өте қиын жүреді. Сондықтан Ле-Шателе принципі бойынша бұл жерде біз бұл реакцияның экзотермиялық екенін ескеріп, және өнім жақта молекулалардың аз екенін ескеріп, қажетті жағдайларды қолданады екенбіз. Аммиактың өндірістегі алыну процесін Габер процесі деп атайды. Габер процесінің жүру барысы өте қажетті жағдайларды талап етеді. Бұл реакция экзотермиялық, яғни жылу бөліне жүреді. Жылу бөліне жүргендіктен қайтынды реакцияларда өнімге қарай ығыстыру үшін температураны төмендету керек. Яғни жоғары температурада реакция реагенттердің бағытына қарай ығысады. Алайда өте төмен температурада, яғни бөлме температурасында 25 градуста бұл реакция жүрмейді. Не себепті? Себебі қайтадан біздің азотымыз 3 еселік байланысы мықты болғандықтан оны үзуге энергия қажет. Сонда бұл проблеманы қалай шешеміз? Азотты үзу үшін жоғары температура керек, көп энергия керек. Ал біз температураны жоғарылатсақ, экзотермиялық процесс болғандықтан ол кері жүре бастайды. Сонда біздегі ең компромисті температура 450-500 градус Цельсий бойынша болады. Яғни, бұдан біз төмендететін болсақ, аммиактың үлесі концентрациясы көбейеді, бірақ реакцияның жылдамдығы төмендейді. Ал температураны 500-ден жоғарылататын болсақ, онда аммиактың концентрациясы төмендейді, бірақ жылдамдық артады. Сондықтан осы температура аралық ол ең компромисті болып табылады. Қысым айтатын болсақ, барлығы газ тәріздес болғандықтан, бұл жерде реагенттерде 4 молекула, өнімде 2 молекула болғандықтан, қысымды арттырған кезде Ле-Шателе принципі бойынша тепе-теңдік молекула аз жаққа қарай ығысады, яғни аммиактың түзілу бағытына. Сонда біз бұнда қысымды арттыру керек. Қысым әдетте Габер процесінде 200 атмосфераға дейін. 200 атмосфера бұл өте жоғары қысым. Қалыпты жағдайда бізде бөлменің қысымы 1 атмосфера болсын болса, бұл бөлменің қысымынан 200 есе жоғары.
яғни төменгі қысымда бұл реакцияның жүруі өте қиын. Жоғары қысымда бізде егерде бұл колонналар немесе фабрикадағы аппараттар мүмкіндік бергенше біз қысымды көтерсек, соғұрлым аммиактың өнімі концентрациясы артады екен. Және тағы бір жағдай, біз бұл жерде катализатор темірді қолданамыз. Не үшін катализатор қажет? Барлық компоненттер, әсіресе азот және сутек газ тәріздес болғандықтан, бұл газдардың соқтығысу ықтималдығы өте төмен. Яғни қатты заттардың молекулалары немесе атомдары жақын орналасқандықтан, ол жердегі реакцияның ықтималдығы жоғары болатын болса, бұл газ компоненттерінің соқтығысу ықтималдығы төмен. Сондықтан темір пластина ретінде немесе олардың реакцияның жүруіне ыңғайлы жер ретінде бұл газ молекулалары темірге жабысады. Сол темірдің бетінде процесс жүреді, яғни катализатордың көмегімен. Катализатор реакцияның жылдамдығын арттырады және қажетті энергияны төмендетуге мүмкіндік береді. Сонымен, біз аммиактың екі алынуын жолын қарастырдық. Біріншісі лабораториялық алыну, бұл аммоний тұздарына негізді қосу арқылы аммиак алады екенбіз. Және екіншісі бұл өндірісте аммиакты Габер процесі арқылы ауадағы, атмосферадағы азот және оған сутекті қосу арқылы аламыз. Не үшін бізге аммиак қажет? Егерде алдыңғы тақырыптағы күкірт қышқылы бұл өндірістегі ең маңызды қосылыстардың бірі болса, аммиак бізге көбінесе тыңайтқыш алуға қажет. Яғни әлемдегі өндірілетін аммиактың 75% тыңайтқыштарға кетеді. Бұл аммоний фосфаттары, нитраттары, селитра деген сияқты қосылыстар алынады. Қалған аммиактың түзілген бөлігін ол қопарылғыш заттар немесе медицинада мүсәтір алуымызға болады. Тағы да басқа оны бояуларда, косметикада қолданады. Сондықтан аммиактың маңызы біздің өмірімізде өте жоғары. Сонымен біз бүгін аммиактың қасиеттері және оның алыну жолдарын қарастырдық. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.